Өзге де жаңалықтар. Бүгін ел қазынасына жауапты қаржы министрі Таразға ат басын бұрды. Бақыт Сұлтанов алдымен облыстағы қаржы саласының өкілдерімен кездесіп, елбасы жолдауының басым бағыттары турасын сөз етті. Келелі кездесуден тілші бейнематериалы. Мемлекет қаржысының әр санына жауапты Бақыт Тұрлыханұлы үшінші жаңғырудың жаңа басымдықтарына жіті тоқталды. Министр жиынға келген әрбір қатысушыға институционалдық және бизнес орта туралы ақпар беруге тырысты. Сонымен бірге бәсекелестікті дамыту мен экономиканы басқарудағы мемлекеттің рөлін азайту турасы да сөз болды. Атап айтқанда, мемлекеттік сатып алу қағидаттары мен конкурсқа түсудегі құжаттарды тапсыру жайы кеңінен айтылды. Бүгінде мемлекеттік сатып алу бойынша бизнестің өзін бақылауына толықтай мүмкіндігі бар. Ал конкурстық құжаттарды алдын ала тапсыру кезінде тиісті ескертпелерге назар аударған жөн. Және де алдын ала тапсырыс берушілермен міндетті түрде кеңесу қажет. Ал мамандардың пікірінше, алдағы бірнеше жылда экономиканың жаңа құрылымы, жаңа жұмыс орындарын құру мен жаңа дағдыларды үйренуге мүмкіндік береді. Кездесу барысында сыбайлас жемқорлықпен күресу, қауіпсіздік, экстремизм мен терроризмге қарсы шаралардың барысы да қалыс қалдырылмады. Ал өңірдегі осы және өзге де бағыттағы жұмыстар жайын өңірлік мамандар мәлімдеді. Нәтижелі жұмыспен қамту жаңа бағдарламасының аясында бізге 2 миллиард теңге шағын несие бөлінген. Сол бағытта біз өзіміз облыстан тағы қосымша оған 1 миллиард теңге осы шағын несие бөлу бойынша шешім қабылданды. Шағын бизнесті дамыту үшін 500 миллион теңге несиелік ресурсын бөлдік. Бұл жерде даму қоры оның үстіне қосып, өздері 500 миллион теңге бөледі, яғни тағы 1 миллиард теңге қосымша бағытталатын болады. Жиын соңында Бақыт Сұлтанов қатысушылар тарапынан қойылған сан сауалға жауап беріп, жолдауға негізделген мәселелерді шешуге тапсырма берді. Енді экономика мен өзге де салалардағы жұмыстар жүйелі жүргізіледі деген сенім бар. Айша Жақсыберген, Шыңғысхан Кеңесхан, 7 News. Расында да Бақыт Тұрлыханұлы айтқандай, мемлекеттік сатып алу қағидаттары мен конкурсқа түсу кезінде ескертпелерге назар аударып, тапсырыс берушілермен кеңесу қажет. Сонда мәселенің жай жапсары анықталатын болады. Ал Қазақстанның үшінші жаңғыруы экономикалық дамудың жаңа сатысы, сондай-ақ озық 30 елдің қатарына енудің алғы шарты болмақ. Бұл туралы Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігінің статистика комитетінің төрағасы Нұрболат Айдапкелов Тараз жұртымен кездесу барысында айтты. Жамбылдағы жиын елбасы жолдауындағы 5 басымдығы бар болашаққа жетелейтін реформалардың маңыздылығын ұғындырудан басталды. Бұл бағыттағы тапсырмалар негізінде арнайы жұмыстарда атқарылуда. Мәселен, елде экспорттаушы Қазақ экспорт компаниясы құрылмақ. Сонымен бірге инвестиция тарту үшін Қазақ Инвест ұлттық компаниясы жұмыс істейтін болады. Мұнан бөлек кездесуде Нұрболат Серғалиұлы IT саласы арқылы елдің кемел келешегін жасауға мүмкіндік мол деді. Биылғы жолдауда нақты міндеттер қойылды. Оған жауаптылар да бекітілді. Ол үшін қажетті жағдайларда атап өтетін болсақ, қажетті бизнес ортаны құру, макроэкономикалық тұрақтылық, инновация, білім беруді, денсаулық сақтауды, адами капитал сапасын арттыруға қолдау көрсету. Елбасы тапсырмасы негізінде 2050 жылға қарай Қазақстанның жалпы ішкі өнімдегі шағын және орта бизнестің үлесі кем дегенде 50%-ын құрауы тиіс. Одан бөлек осы жылдан бастап бұқаралық кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы қолға алынады. Жоба аясында аймақ пен қаладағы кәсіпкерлер 16 миллион теңгеге дейін несие ала алады. Біз жолдаудың түпкі негізін Қазақстан халқына түсіндіруіміз керек. Сол себепті де аймақтарды аралап, халықпен кездесу ұйымдастырып жүрміз. Барлығы жаңа реформалардың маңызын білуі тиіс. Ал Қазақстанның үшінші жаңғыруы озық 30 елдің тізіміне ілігуге мүмкіндік береді. Кездесу барысында қараша халықтың жайы да ұмыт болмады. Енді жолдауда көрсетілгендей 1 шілдеден бастап бала туылғанда берілетін бір реттік жәрдемақы мен зейнетақы 2016 жылға қарағанда 20%-ға жоғарылайды. Статистикаға сүйенсек, бүгінгі күнге дейін әлеуметтік бағдарламалар негізінде 2185 азаматқа жалпы сомасы 52 миллион теңге көмек көрсетілген. Айша Жақсыберген, Шыңғысхан Кеңесхан, 7 News.